Сабағымызды ары қарай жалғастырамыз. Қазақстанда жалпыға бірдей белгіленген режимде жеке кәсіпкер үшін қандай салықтар мен аударымдар ставкалары бар, яғни ИП үшін общеустановленный режимде қандай налог, қандай налогтардың ставкалары бар, отчислениялер бар, соны көреміз. Мысалы, бұл жерде міндетті зейнетақы жарналары, обязательный пенсионный взнос, табыстан немесе ең төменгі жалақыдан 10% төлесеңіз болады. Яғни ең төменгі жалақы 2024 жылы 85 мың теңге болса, оның 10%-ы 8500 теңге минимум. Максимум 350 мың теңгеге дейін аударсаңыз болады ай сайын. Жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналары, обязательный пенсионный взносы работодателя, ОПВР, табыстан немесе ең төменгі жалақыдан бұл да 1,5%. Мысалы 85 мың 1,5%, минимум 1275 теңге, максимум 63750 теңге аудара аласыз. Әлеуметтік төлемдер, социальное отчисление, табыстан 3,5% төлесеңіз болады, минимум 2975 теңге, максимум 20825 теңге. Міндетті медициналық сақтандыру жарналары, яғни взносы на обязательное социальное медицинское страхование. Ай сайынға белгіленген сума 5950 теңге, яғни 1,4 ең төменгі жалақының 5%. Әлеуметтік салық, социальный налог, әлеуметтік салықты азайту арқылы 2 айлық есептік көрсеткіш дейді. Мына жерде ескерту бар. Жеке кәсіпкерлік міндетті зейнетақы жарналарын және әлеуметтік төлемдер мөлшерін ең төменгі және ең жоғары шектік мөлшерінде қалай төлейтінін өз шешеді. Яғни өзі біледі, ең төменгімен төлейді ма, әлде ең жоғарымен ба. Пенсионный взнос пен социальное отчисление. Егерде кез келген бір айда айналым болмаса, онда ол ай үшін міндетті зейнетақы жарналарын, жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналарын, әлеуметтік төлем мен әлеуметтік салықтарды төлеу міндетті емес. Түсінікті? Яғни бір айда ешқандай сізге доход түскен жоқ, табыс. Яғни ол айға пенсионный взнос работодателя, социальное отчисление мен социальный налог төлеуіңіз міндетті емес. Міндетті медициналық әлеуметтік жарнаны ай сайын төлеу міндетті, тіпті ол айда айналым болмаса да. ВОСМС, взносы на медицинское страхование. Барлық салықтар мен төлемдерді Каспи Pay мобильді қосымшасында налоги сервисінде төлеуге болады. 2024 жылы жалпы белгіленген режимде компаниялар үшін қызметкерге салынатын салықтар мен аударымдардың ставкалары қандай? Жеке кәсіпкерлік және жауапкершілігі шектеулі серіктестік үшін 2024 жылы жалпыға бірдей белгіленген режимде қызметкер үшін салықтар мен аударымдар ставкалары, яғни общеустановленный режимде. Жұмысшылар үшін ай сайын міндетті зейнетақы жарналарын аударасыз. Пенсионный взнос, олардың еңбек ақысынан, яғни зарплатасынан 10%, максимум 425 мың теңге аудара аласыз. Жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналары, ОПВР, олардың еңбек ақысынан 1,5%, минимум 1275 теңге, максимум 63750 теңге аудара аласыз. Әлеуметтік төлемдер, социальное отчисление, еңбек ақыдан 3,5%, минимум 2975 теңге, максимум 20875 теңге аудара аласыз. Әр жұмысшыға. Міндетті медициналық әлеуметтік жарналар, ВОСМС, еңбек ақыдан 2%, максимум 17 мың теңге. Міндетті медициналық әлеуметтік төлемдер, ОСМС, еңбек ақыдан 3%, немесе максимум 25500 теңге. Жеке табыс салығы, подоходный налог, міндетті зейнетақы жарналары мен міндетті медициналық әлеуметтік жарнаны шегеру арқылы, яғни оларды азайту арқылы еңбек ақыдан 10%. Әлеуметтік салық, жеке кәсіпкерліктің жұмысшысы үшін бір айлық есептік көрсеткіштен әлеуметтік төлемді азайту арқылы аударасыз. Ал жауапкершілігі шектеулі серіктестік үшін солың жұмысшысының қалай минимум 1935 теңге аударыласыз, немесе ай сайын, мысалы еңбек ақыдан міндетті зейнетақы жарналарын азайтасыз, одан міндетті медициналық әлеуметтік жарнаны азайтасыз, одан қалған сумадан 9,5% көбейтесіз. Және де одан қалған сумадан әлеуметтік төлемді азайтып тастайсыз. Яғни бұл 2024 жылы ИПА мен ТО-ның
сотрудниктер үшін ай сайын төленетін салықтар, төлемдер немесе жарналар. Егер компания жалпыға бірдей белгіленген режимде болса, зейнеткер үшін қандай салық төлеу керек? Яғни общеустановленный режимде жұмыс жасайтын компанияда пенсионер болса, оған қандай салықтар төлеу керек? Зейнеткер қызметкер үшін тек жеке табыс салығын және әлеуметтік салықты төлеу керек. Ондай кезде подоходный налог пен социальный налог. Жеке кәсіпкер зейнеткер өзі үшін ай сайын тек әлеуметтік салық қана төлейді, социальный налог қана төлейді. Егер жеке кәсіпкердің өзі пенсионер болса деп тұр бізге. Келесі, жеке кәсіпкер жалпыға бірдей белгіленген режимде қандай салықтар мен аударымдар төлеу керек ай сайын? Яғни ИПшник, общеустановленный режимде өз үшін қандай налог пен отчислениеді аудару керек? Яғни жеке кәсіпкер жалпыға бірдей белгіленген режимде өз үшін ай сайын төлейді міндетті зейнетақы жарналарын, обязательный пенсионный взносы, жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналарын, ОПВР, әлеуметтік төлемдер, социальное отчисление, міндетті емес әлеуметтік жарналар, ОСМС, әлеуметтік салық, социальный налог төлейді. Жеке кәсіпкер төлейтін мөлшерін өзі анықтайды, яғни міндетті зейнетақы жарнасы үшін ең аз 8500 теңге, әлеуметтік төлем үшін ең азы 2950 теңге. Кірісі жоқ ай үшін, яғни бір айда доход түспесе, онда ол айға міндетті зейнетақы жарналарын, жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналарын, әлеуметтік төлем және әлеуметтік салықты төлеу міндетті емес. Бірақ кіріс болмаса да міндетті медициналық әлеуметтік жарнаны ай сайын міндетті түрде төлеу керек. Жалдамалы қызметкер үшін жеке кәсіпкер ай сайын міндетті зейнетақы жарналарын аударады, пенсионный взносы, жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналарын аударады, пенсионный взносы работодателя, әлеуметтік төлемдер, социальное отчисление, міндетті медициналық әлеуметтік жарналар ОСМС, міндетті медициналық әлеуметтік төлемдер ОСМС, жеке табыс салығы, подоходный налог, әлеуметтік салық, социальный налог. Өзіңіз үшін және жұмысшылар үшін салықтар әр айдың 25-іне дейін төленуі керек. Яғни мысалға қаңтар айынікі ақпан айының 25-іне дейін. Табыс болмаған айда жұмысшылар үшін әлеуметтік салық төлеу міндетті емес. Осыны естен шығармаңыздар. Енді табыстан төленетін салықтар: жеке табыс салығы, индивидуальный подоходный налог жыл қорытындысы бойынша келесі жылдың 31 наурызына дейін. Біз оны жаңа айттық. Жеке қызметкер қызметінің түріне байланысты басқа да салықтар төлене береді. Мысалы, көлік салығы, егер көлік пайдаланатын болса, мүлік салығы, мүлігі болса, жер салығы және табысқа. Ескерту: егер бір жыл ішінде компанияның табысы 20 мың айлық есептік көрсеткішінен асатын болса, сіз қосылған құн салығы бойынша есепке тұрып, оны 90-на бір рет төлеуіңіз керек. Сабағымызды ары қарай жалғастырамыз келесі сабақта.